сәлеметсіздер ме, құрметті YouTube көрермендері. Бүгін мен сіздерге осындай мини қаншайым, яғни мини принцессаны жасап көрсетемін. Бұл принцесса көбіне 2-3 жас аралығындағы сәбилерге арналған. Бұны көбіне сол 2-3 жас аралығындағы қыз сәбилерге торттарға қояды. Бұл үшін бізге міндетті түрде астына пенопласт керек. Пенопласттың жартысы, яғни бұл домалақ пенопласты мен 2-ге бөлдім. Мен алдын ала ақ мастиканы жайып алдым. Ақ немесе розовый мастиканы жайсаңыз да болады. Осылай артық жерлерін алып тастаймыз. Оны пенопластымызды үстіне осылай қоямыз. Бұл қатқаннан кейін пенопласты алып тастасақ та болады. Міндетті түрде зубочистканы дәл ортаға қоя берейік, өйткені мында үстіндегі мастикамыз жылжып кетпеу үшін. Енді көйлегіне біз розовый мастиканы аламыз. Мен бұдан сәл үлкенірек штамповка таппадым, соның үшін осындай пиалайды алып, осыдан шығарып алсақ та болады. Одан кейін бұдан сәл кішірек штамповканы аламыз. Штамповка жасап аламыз. Бұл баста жақтарын осылай кисточканың мына жағымен, бас жағымен жайып шығамыз. Міндетті түрде жасалу керек, өйткені бізде көйлегімізге объем беріп тұрды. Осылай. Енді бұны жаңағы ақ мастиканың үстіне жабыстырып шығамыз.
бұл бізде көйлек. Мына көйлегіміз дайын. Енді біз принцессаның, ханшайымның денесін жасаймыз. Ол үшін біз аз ғана осылай мастиканы алып аламыз. Осылай белін шығарып аламыз. Одан кейін мойнын шығарамыз осылай. Кесіп тастаймыз арты жағын. Жаңағы зубочисткамызды алып, осылай саламыз. Енді бұны біз дәл ортаға қоямыз. Енді біз қолын жасаймыз. Телесный светтен кішкене ғана аламыз осылай. Осылай. Қолын кішкентай қылып жасаймыз. Осылай. Мына қолымыз дайын. Енді бізге жем қоямыз. Широқтап жинаймыз. Бұны қолының жоғарысына отырғызамыз осылай. Мына осылай. Енді біз басын жасаймыз.
басын осылай дөңгелетіп алдым. Одан соң ұзынынан осылай басып шығардым. Окей. Енді бізге мынандай инструменттер керек болады. Бұның мына жағынан мен қазір мұрын шығарамын. Осылай мұрын шығарамыз. Екі көзін осы жерден шығарамын. Мінекей. Бұл жерге қазір біз қара мастиканы жабыстырамыз. Осылай. Енді бұл жерге қара мастиканы жай ғана осылай дөңгелетіп, екеуін бірдей Мына. Енді біз қазір аузын жасаймыз. Аузына кішкене ғана клейміз жағамыз. Қызыл тестадан кішкене ғана аламыз. Бұны оваль түрінде осылай подететіп. Енді бізге арнайы фломастеріміз керек болады. Қасы менен кірпігіне. Кірпігін осылай ғана шығарып қоюға болады. Кішкене ғана. Қасын да осылай қатты батырмай. Мінекей. Мына. Енді мұны әлгі көйлегіміздің үстіне орналастырамыз осылай. Мінекей. Осылай. Енді біз шашын жасаймыз. Шашына мен қоңыр түсті алдым. Сіздер қара түс алсаңыздар да болады. Не болмаса сары түс алсаңыздар да болады. Бұны мен қазір жайып аламын. Енді бізге шаш жасау керек болады.
артқы жағының шашын жасаймын қазір бірінші. Бұл бізде артқы жағына кетеді. Мына алдыңғы жағына. Шетіне жабыстырамыз бұны. Осылай. Мінекей. Мына шетіне. Мінекей. Біздің принцессамыз дайын болды. Енді басына корона жасасаңыздар да болады, либо ободок жасап қойсаңыздар да болады. Мен қаншайым болғаннан кейін қазір коронаны жасап көрсетемін. Кішкене ғана корона жаямыз осылай. Бұның астын түзу қылып кесеміз. Үстінде былай кесіп алсақ болады. Осылай кесіп аламыз. Мінекей. Үстін кесіп аламыз. Мына біздің коронамыз. Енді бұны сәл қисайдың құрап қойсақ, өте әдемі. Бұлай екеуін жабыстырамыз екі жағын. Принцессамыздың басына қоямыз, кигіземіз. Мына біздің кішкентай принцессамыз қаншайым дайын болды. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Бұны әсіресе егіз қыздарға жасасаңыздар да, егіз сәбилерге жасасаңыз өте әдемі болады. Сіздерге көмегім тиді деп ойлаймын, әрі ұнады деп ойлаймын. Өте қарапайым, әрі оңай түрде. Ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.